Қайырлы күн, қазақ елі. Сіздермен бірге мен Мадина. Бүгін сүйекті берік етуге болады дейді. Жас келген сайын адам ағзасы өзгерістерге ұшырайтыны белгілі. Әсіресе белгілі бір гормондардың жетіспеушілігінен сүйек тіндері сынғыш келеді. Шамалы салмақ түскенді көтере алмай морсынады. Мұндайда жоңышқаны сүйек тіндерін қатайту үшін пайдалануға болады екен. Бұл өсімдіктің құрамында адам гормонына әсер етіп, оны бұрынғы қалпына келтіретін белсенді заттар көп. Сонымен бірге жоңышқада сүйек тіндерін қайтадан қатайтатын Д витамині жетерлік. Дұрыс қолданса, ол остеопорозды емдейді. Остеопороз дегеніміз сүйектегі кальций біртіндеп жойылып, сүйектің морсынуы. Жоңышқаның кептіріліп, майдаланған 2 ас қасық жапырағын алып, оған 2 стакан қайнап тұрған ыстық су құйып, 20 минут тұндыру керек. Сосын сүзіп, ас алдында күніне 3-4 рет 1-3 стаканнан ішуге болады. Сіздермен бірге болған мен Мадина. Ауырмаңыздар. Бұл емді қолданбас бұрын дәрігермен кеңесуді ұсынамын. Лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Алла разы болсын.